Ассалаумағалейкум, баршаңызға арнаға қош келдіңіздер. Видеоны бастаудан бұрын арнаға тіркелуіңізді ұмытпаңыздар. Қытай Коммунистік партиясы жақында эпидемия деген сылтаумен Қытай азаматтарының шетелге шығу өтініштерін қатаң тексеріп мақұлдайтынын мәлімдеді. Талдау Қытай Коммунист партияның әрекеттері Қытайдағы валютаның елеулі жетіспеушілігін көрсетеді деп санайды. Шын мәнінде Қытай Коммунист партияның ең қорқыныштысы ақпараттық ағыны. Қытай Коммунистік партия үшін зиянды ақпараттың елге келуіне жол бергісі келмейді. Мәлімдемеде дереу күшіне енген шетелдіктер елге кіру үшін кейбір қолданыстағы визалар мен тұруға рұқсаттамаларын сақтап, порт визаларын және аймақтық визасын тоқтатуды жалғастыратыны айтылды. Қытай азаматтарының саяхаты сияқты маңызды емес себептер бойынша кіру-шығу құжаттарына арналған өтінімдерді қатаң тексеріп мақұлдау, сондай-ақ саяхаттау, туыстарына және достарына бару сияқты маңызды емес кіру-шығу әрекеттеріне жол бермеу және шектеу. Қазіргі уақытта 46 құрлық порттары жабылды. Қазіргі кезде бүкіл әлемде эпидемиялық ахуал күрделі болып отыр. Қытай коммунистік билік осыны сылтау етіп, ал шын мәнінде Қытайдағы валюта тапшылығының көрінісі. Өйткені шетелге шығуға валютаға айырбастау керек, ал қазір валютаның кетуіне жол бермейді. Шын мәнінде Қытай Коммунист партияның ең қорқатыны ақпарат ағыны. Қазір әлемдегі елдер эпидемия үшін Қытай Коммунист партияны айыптайды және жауапқа тартқысы келеді. Ондай Қытай Коммунист партияға жағымсыз ақпараттың Қытай еліне таралуына жол бермейді. Валюта, қоғамдық пікір, эпидемиялық ахуал сияқты көптеген тақырыптар бұғатталуда. Өйткені бұл тақырыптар Қытай Коммунист партия билігіне қорқыныш әкеледі. Достар, арнаға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, бөлісіңіздер. Сіздер лайк басып, бөлісіп, пікір қалдырғандарыңыз біз үшін үлкен қолдау. Келесі эфирде кездескенше сау саламат болыңыздар.